Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз неміс тағамы үштүреле жасаймыз. Қызып тұрған тапамызға майды құйып, жақсылап етімізді қуырып аламыз. Үстіне помидор, жуа сәбізімізді салып, барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Үстіне капустаны салып, жақсылап араластырамыз, тұз саламыз. Картошка салып, бір қасық қызарту үшін томат қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып, азғантай қоя тұрамыз. Су құйып, 10-15 минут бетін жауып бұқтырамыз. Бір күлше қамырды жайып аламыз, жып-жығып, үстіне сұйық май құйып, жақсылап жан-жағына майы сіңгенше жағып шығамыз. Ұзын шағып кесіп, содан кейін төрт-біршілеп кесіп, оны ролик сияқты қылып орап шығамыз. Бұқтырылып, буланып тұрған қазанымызға жаңа роликтарымызды тізіп салып шығамыз жақсылап. Қазанымызды жауып 5-10 минут қалдырамыз. Тамағымыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Ас болсын, жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Ас болсын.